Нұрсайынқызы, заңгер, зерттеуші, киберқауіпсіздік бойынша мамандардың бірімін. Интернетті пайдаланған кезде интернет гигиена мен киберқауіпсіздік мәселелерін ұмытпаңыз. Ойын құмарлық өмірдің қандай салаларына қалай әсер етеді? Қазақстан үшін ең жүрек ауыртар статистикалардың бірі, Қазақстан биыл ғана ажырасудан әлемде 2-ші орында, жастар арасындағы суицидтан 3-ші орында, ересектер арасындағы суицидтан 10-ға кірген болатын. Оның себептерінің бірі ретінде лудоманияны зерттеу мүмкін бе, ықтимал ма деген сұраққа ғалымдар, әлеуметтанушылар иә деп жауап береді. Неліктен? Себебі Қазақстан Республикасында жасалатын барлық қылмыс санаттарының 1%-ін лудомандар жасайды деген статистика бар. Яғни Қазақстанда бірнеше қылмыс жасаса, соның ішіндегі ұрлық, алаяқтық дүниелерін ойын құмар адамдар жасайды екен. Ал ойын құмар адамдардың жалпы емделуге, лудомания мен емдеу орындарына келген кезде ең жиі айтатын дүниелердің бірі, олардың 95%-ның суицидалды ойлары немесе суицидке талпыныстары болған. Яғни олар суицидке талпыныс жасап тірі қалған азаматтар. 95%. Ажырасудың 10 отбасының 7-інің себебі лудомания дедік. Соның ішіндегі ер азаматтар мен әйел азаматтардың суицид жағдайына келетін болса, лудоманияға шалдыққан әйелдер еркектерге қарағанда суицидке жиі баратыны анықталған. Себебі әйел адамның жалпы ойын құмар атану, оның қоғамнан келетін қандай да бір стигма, оны шеттету, ұялту, отбасының бүлінуіне, кәсіби мансабының тоқырауына да әкелуі мүмкін. Жалпы ойын құмар азаматтар өмірдің қандай салаларында қандай салдарын көреді дейтін болса, сіз салдарын бірден көрмеуіңіз мүмкін. Яғни сіз онлайн ойын ойнап жүрген кезде өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды арттырып жатырсыз. Қысқа уақытта керемет табыс тауып жатырсыз. Отбасыма көмектесіп жатырмын, спортты көріп жүрмін деген сияқты аргументтермен өздерін алдауы мүмкін. Яғни мен өте қаражат жағынан сауаттымын, аз сомамен қысқа уақытта үлкен ақша таптым. Бірақ та оның салдары сіздің немесе өзге де лудоманияға ұшыраған азаматтардың компьютердің, интернеттің, онлайн сайттың, казиноның сайтында отыратын уақыттың ұлғаюына алып келеді. Яғни сіздің әлеуметтанумен, жақындармен тет-а-тет кездесу, сөйлесу, сырласу, достармен бас қосу, қалаға шығып серуендеу сияқты ең қарапайым қажеттіліктердің құндылығы өзгереді. Яғни Маслоудың пирамидасындағы қажеттіліктер пирамидасындағы лудомандар үшін ең бірінші қажеттілік ол қауіпсіздік емес, ол өздерінің дәл сол сәттегі қажеттіліктерін құмарлық ойыннан кейінгі постфактум алатын эйфория күйін қайта сезіну деген талпыныс бірінші орынға шығады. Олардың ата-аналардың алдындағы беделін түзуі, отбасының ойран болуы, балалармен сөйлеспеуі, оларды алаңдататын, мазалайтын құндылықтар пирамидасында еш орын алмайды екен. Яғни ойын құмарлық ең бірінші отбасыда көрініс табуы керек. Егер сіз отбасыңызбен уақытыңызды аз және уақытты өткізген, сапасыз өткізген жағдайда, ойын құмарлықтан сіздің жақындарыңызды анықтауыңыз керек.